20 шілде бұл құрбан айт басталады. Құрбан айт қарсаңында мынандай пікір таралып жатыр. Мынау қазір елімізде құрғақшылық заман болып жатыр. Көп малдар қырылып, жойылып жатыр. Биыл құрбан шалуды тоқтата тұрсақ, сондай пәтуа шықса деген ұсыныстар болып жатыр. Бұл енді әрине мынау елін ойлаған, қазақтың мал дүниесі азаймаса көбейсе деген азаматтың бір ойы, пікірі. Бірақ дегенмен бұл шариғат, бұл Құран және хадиске негізделеді. Бұл шариғатымызда бұл бекітілген үкім, құрғақшылық болып жатыр екен ғой деп. Мына бір кісі осындай пікір айтты екен деп, біз шариғаттың үкімін өзгертуге ешкімнің хақысы жоқ. Биыл құрғақшылыққа байланысты мынау қазір көп малдар өліп жатыр, немесе жойылып жатыр. Соның алдын алу мақсатында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да бірнеше шараларды өткізуді жоспарлап жатыр. Зекет қоры осы құрбан айт қарсаңында Жамбыл, Қостанай, Шымкент, Түркістан облыстарынан сол құрғақшылық болып жатқан аймақтарға шөп жеткізіп беру акциясы ұйымдастырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінің бірінде қатаң айтады: жағдайы бола тұр, шамасы бар, бірақ құрбандық шалмаса, ол біздің намаз оқитын жерімізге жоламасын дейді. Міне осы аят немесе хадистің негізінде біз құрбан шалу мұсылмандарға, бай, жағдайы бар мұсылмандарға уәжіп деп осы Ханафи мазхабы осылай үкім шығарған.